деген есім түсіп кетті. Одан кейін андай ғой. Мынау бізге негізі Сақ кино студиясының да көмегі тиіп жатыр. Бірінші мынау аппаратура, камера Сақтан келген. И Сақ кино студиясы жуырда Тоқты мен Серкенің или Қошқар мен Текенің полный метрін шығарайын деп жатыр. Түсіріп отыр. Мүмкін сол кісілердің режиссерін ба біреуін шақырып жібереміз келесің. Болады, олай да болады. Қалай ойлайсыздар? Қонаққа шақырайық па, шақырмайық па? Мына жақта қандай кешесіндерді көрсетті ғой? Опрос. Киноға барымыз 2016-та 2015-те шыққан ковид жайлы. Именно ковид жайлы сериал бар. 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін ковид шықты. 2019-да басталды. Машина айдап жүргендер жақсы түсінеді. Енді көңілдеріне су сепкенде жаңалық айтайын. Ол жүргізушілерге. Жаяу жүргізушілер жүріп қуанбаңыздар, сіздерге заң қаралып жатыр қазір. Мысалы, жоқ. Мысалы, жаяу жүріп жатқан адамдар да заң қабылдайын деп жатыр. Мысалы, бұрылайын деп жатсың ба, оңға бұрыласың, солға бұрыласың, бұрылатын кезде көзін жұму керек дейді. Қабылдап жақпасаң штраф салынады. Солға бұрылсаң, сол көзді жағасың. Бұрыласың. Сосын қарамасы адамға көзін қысасың ближний. Дальний жақсаң, штраф салады. 18 мен 25 плюстың арасында осы прикол тығатын болсақ же? Бізге 3G ғой сразу қақпаймыз ғой. Сендер жалаңға притормози болып тұр ғой. Мұнан бәрі кесіледі. Бір күні сондай штраф қаралып жатыр екен қазір. Бұны қырып тастаймыз ба деймін. Бұны ұнып жоғардағылар көріп қойса тошырасына істейді. Бұл қаралып жатыр. Қаралып жатыр. Андай біреуде шығып еді ғой, бір депутат. Адам өмірінде, за всю свою жизнь, барлық өмірінде 40 литр жылайды екен да, негізі жас, балалық шақ бәрін қосқан кезде. Әрбір аққан тамшыға алып салуға болады. Бұл енді ПТК телеарнасынан келген жаңалық. 1 минут. Барсы. Тағы не? Бізде енді қоғамда отқан нәрселерді насихаттап отыруға тырысамыз, өйткені біз бұл шоуда адамдарды күлдіру емес, мақсатымыз ше, негізі. Қоғамда болатқан нәрселерді насихаттау. Біз негізі анекдот айтып отырып қойшы, анекдотта әшейін адамның көңілін бұру үшін деп ойлаймын басында. Может, болашақта біз шоулар түсіреміз, осы міндет шоу, андай шоу, мынандай шоу деген соның бәрін күтіп, назар аударып, бақылап отырамыз дейтін болсаңыздар, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Анекдот арқылы, даже әзіл арқылы да жеткізуге болады небір дүниені. Оны да қарастырамыз. Негізі біз шынымызды айтайық, әркім өзінің жұмысымен айналысады. Біз кешке қарай сол сағат 7-тен кейін жиналып жатыр. Конкретно шай ішуге? Әшейін отырып әңгімелесіп отырдық та, осының арасында ғана анекдотты ойдан шығарып жатқанымыз бар мысалға да. Мысалға, мен шын айтсам анекдот білмеймін ше. Мен мына анекдотты, жындыхана туралы анекдотты есімде бар тұқында. Кеше келіншегім айтып қалды, мынандай анекдот бар еді жындыхана туралы деп ше. Сол кезде, сол бағана есіме түсіре алмай жатырмын ғой. Бір какой-то әңгімелер басталып айтып жатқан кезде мына кітаптар қарап отырдым да, есіме сол кезде ғана түсті ше, оны газетті астына қойып, былайша биік отырады деген. Оған дейін есімде болмапты. Тағы не дейміз? Сөзге дейміз. Сөзге дейміз. Енді сөзге кедей болсақ та дейміз деп. Онда бетейік. Тұрайық. Бір ойын ұсынып жіберейін. Сәл разнообразие контентті ақыры бастадық қой. Екеуіңізге де айтайын. Бірақ әрқайсымыз бөлек-бөлек түрінде бөлесетіңіздер, әркімнің оқиғасы әртүрлі. Бір күні айта бер. Қарайсың өтіп кетеді ма? Иә. В общем, бір күні айдалада ұйқыларыңызда ояндыңыздар, аффирмация жасаймыз, елестетеміз. Айдалада ояндыңыздар, жүгіріп келіп жатсыздар, жүгіріп келіп жатсыздар. Өйткені ұйқыдан тұрдыңыздар, көзіңізді ашсаңыз, айнала, шөл дала, су жоқ, ештеңе жоқ, қарны аш, келіп жатсыздар, жүгіріп келіп жатсыздар, біз шаршадыңыздар, жерге жатсыз. Опа, алдыларыңыздан рельс шықты, пойыз жолы.
опана не болса да пойыз жүреді екен ғой деп ырза болып келіп жатсыздар, сол жолды жағалап келіп жатсыздар. Момент пойыз келіп қалады ғой. Ух деп мініп аласыз. Ішіне түсіп бағанадай купелерден, ресторан вагондардан тамақ ішіп бәрін жеп жатсыздар да. Уф деп рахаттанып барып жатайыншы деп бір купенің есігін ашып қаласыздар. Купеде қалай айтайын сізге? Купеде бір қыз жатыр. Амал қыз енді сондай сұлу сымбатты қыз екен. И сол жерде сол қызға сіз бағанадай осы жерде отырып жатып демалсам бола ма деп жатқан кезінде екі ағасы келіп қалады ғой. Дәу 2 метрлік пашкелер келеді да, айтады сізге. Қарындастарын дұрыс түсінбей, сізден қызғанып, әрқайсыңыз жеке-жеке. Короче, сіздерге былай айтады. Или пойыздан секіресіздер, или екеуміз сізді не қыламыз дейді. Қайсысын таңдайсыздар? Жалған таңдау. Ауырген ғой. Мен секіре салайыншы, көрейін. Вариант па сонда? Вариант беріп тұр. Или Үшінші вариант жоқ. жоқ, или секіріп түсіп қал. Баратын жерге қалай барсаң бар. Или қазір сені не қыламыз. Себебі қарындастарын қызғанып тұр, сенбей тұр. Өздері сондай семья екен да. Не істейсің? Секіресің ба, не істейсің? Секіресіз. Вариант. Секіріп, мен секірмеймін. Секірмейсіз бе? Мен онда секірмеймін. Онда не алады ғой? Ол қиын ба енді? Көрік. Жоқ, бұның атында фар бар ғой. Пар. Енді ясно. Екеуі де секірем деп айтты. Секірдіңіздер, жолда келіп жатсыздар. Жоқ, мен секірген жоқпын. Айтсайшы, не істейсіз? Ойланып тұрған бұл. Неде, ана. Онда қалдыңыз ба? Қалып тұрмын. Онда қалсаңыз, онда сізбен шығарма. Бітті онда, сол жерде. Андай қылып жібердіңіз. Секірді, мен дальше көрейін. Секірді, сөйтіп келіп, жолға түстіңіздер де келіп жатсыздар. Бағанағыдай, шөл дала ғой бағанағыдай. Рельстің жолын жағалап келіп жатырсыздар. Деп, жабай адамдар о деп жүретінші. Бір топ жүгіріп келді да, сіздерді алды да, короче. Анау өздерінің отандарынан, поселениесіне апарды да, короче. Гу-гу-гага деп бір-бірімен сөйлесіп жатыр. Сөйтсе, ішінен қазақша білетін біреу бар екен де, короче. Переводчик болып айтып беріп жатыр ғой. Сізге 2 вариант ұсынады дейді. Иә, қандай деп? Осы жерге өмір бақи біздің андайымыз болып қаласыздар. Жалпы ойыншығымыз болып. Күнді не алып жүреді да сіздерді. Или өз сондай племе екен да. Қатындар жоқ, племе ғой үшін. Или өлтіріп бастаймыз дейді. Естесіздер да, өлтірсең өлтір, ар бер деп атасыздар. Сөйтті олар тұрады да, болмайды екен мынау дейді да. Барлығы бір 15-20 шақтысы ғой, қатарынан арттан не алып өшін барып, қайтып шөл далаға лақтырып жібереді ғой сіздерді. Қайтып естеріңізді жиясыздар, дейсаңыздар шөл дала, келіп бастар, рельс шығады алдан. Өз рельс таныс чота деп қорқып, рельс келіп атыр, артынан пойыз келіп атыр дейді. Қарын ашып, су ішкісі келіп атыр, қайтып мініп, тамақтанып болып, купені ашып қалса, бағана қыз отыр дейді, короче. Бүйтіп қорқып тұрсыздар ғой, баратын жер жоқ. Қарындас ағаларың келіп қалса, айтшы, дұрыс түсінбей қалмасын. Мақұл ма деп атқан кезде екі ағасы кіріп келеді ғой. Сен біздің қарындаспен не істейін деп жатсың? Или екеуміз де сенің көтіңді не алып тастаймыз? Или терезеден секір дейді, не істейсің? Оянам бүйтіп ұйқынан. Жоқ, енді ұйқы емес қой, түс емес. Ұйқы жаман жоқ. Бағана амилама, бекер айтты ғой. Сұрақ қой, давай, созбай. Сөйтті екі ағасы келді, или терезеден секір дейді, или біздің бағанағыдай головойымыз болады. Ана яқта онынан таяқ жегенше, мына яқтан бір екеуінен таяқ жегенше де. Африканстардан зорланған жігіттерден зорланған дұрыс. Болды. Болмай болайды ғой. Негізі болай ғой бұның жауабы. Не істейсің дейді ғой, сол кезде мен терезеден секірем дейді да. Чо индейстер ұнап қалды ма не деген. Тышқы бар да бұл жерде ше. Андай сияқты тұр ғой. Барым үйде арматура бар ма дейміз ғой, әзіл ғой енді. Арматура бар ма дейді. Қалай дейді оны? Айтшы ауырым арматура ма дейді. Иә, бар тұр дейді. Артын артық дейді соны. Өрмектік дейді да ойнап. Ой, бля, бәттен соң әңгіме айтайын да тұрмын, қойшы дейді. Сеттаны, Рошамалдан ренжіп қалдың ба не дейді. Кече дейді. Ренжіп қалдың ба, шымайшы, ойнап айтты ма, құра әңгіме болсын деп айтты. Ренжіген жоқпын ба, не қалдыңыз? Онда қайырды айналып. Қайыр тағыдық деймін.
ойынды қырға саламыз о созылып кетеді деген. ойлап қалдым андай қойттым ғой Анау 30+-тармен әңгімелессең ойлау өрісі басқаша екен да. 18 бен 25+-тың арасында осы прикол тығатын болсаң ше. бізге 3G ғой сразу Жаман ілінеді ғой аналар ше. олар 5G олар Жаман ілінеді ғой. анау ауылда бір көкеміз тұрмайды дегенде енді 18+ кетті мен шамалы сөйтті ол жердің басында жүгер пәленбай гектар жүгерісі бар екен сөйтеді жүгер егіп жүреді бір кезде шаңдап жүгерін фят көп жүгер қатаң дайындал не болды тұрды қатаң не болды түсінбей қалды кеп қалды тұрды давай шешін өтсем өте қаптан осы ой блядь айттым ғой саған енді дайын тұр деген ғой не болыпты жердің басына кетіп екінші күн тағы да қатаң дайындал жүгердің арасын жүріп келіп жатыр дейді әй не болды дайындал шешін деп қалған шешін дайын тұрған кезде тағы неғып қапты да ұйықтап қапты сөйтеді да үшінші рет бар ғой мені таяйшын деген ғой мен айғайлаған кезде есіктің аузынан талтайып дайын тұр деген ғой шешін дайын болды көке енді отағасы енді дайын тұрамын деген бір кезде даун жағын дауыс шығады деді қатаң высокий кетіп жатыр еді Димаш Құдайберген дауыс сияқты қатаң дайындал тұрды талтайып маман келіп жатыр жүгерлеп пырлап келіп жатыр талтайып босамен шешін тұрғанда жеткен кетсе тебеді ғой ойбай отағасы не болды әкең ау жүгері өртеніп жатыр Байапсыздар, вообще жол болмайды болды. Анда дауыс шығармайшы. Жақсы. Анау ішіндегі өтпейтін анекдот айтады, мен шығармын осы жерде. Ешқайсысы анекдот емеспіз ғой. Мен айтып жіберейін біреуін, есіме түсіп кетті. Бір күні жас семья үйленеді. Бірінші брачный ночь болады. Ақыры 18+ кетіп жатыр ғой. Сөйтеді бірінші брачный ночь күні ол үйде екі бала қатар тұрады екен да. Получается екі бала, екі абысын ғой. Сөйтіп ана үйленген бала екеуі брачный ночь күні ана жасайтын тірлігін жасайын деп жатқан кезде жас келіннің қолы күйеуінің мүшесіне тиіп кетеді ғой. Өмір көрмеген ондайды қыз тиіп кетеді да, сезінеді да. Жүгіріп келіп жылайды ғой. Жылап жатыр дейді енесіне. Не болды десе. Осындай болды. Қорқып қалдым, күйеуінің мүшесіне қолым тиіп кетті деген ғой. Ой, ештеңе қылмайды, бірақ жаңбырдың суына бар да, қолын жұп таста кетіп қалады деген ғой. Жаңбырдың суына өтіп қолын жойын деп жатса, қарап қалса, абысын аузын жайып жатыр. Жестко. Негізі, бағана ішіммен бөлісе алмайтын болдық қой. Үлкендерге бала шағамен қиындау. Негізі сол 35-тің конечный туралы айтып өтіп. Айта бер. Ол жерде өтпейтін анекдот бар біреу. Бір күні. Бір күні ба? Жындыханада, короче, біреу ең зданияның төбесінде тұр дейді. Айта бер. Жақсы. Зданияның төбесі өтіп жатыр уже маған. Аванс беріп отырсыз ба? Аванс. Зданияның ең төбесінде тұрып алып, бағанағы не секірейін деп біреу тұр ғой, короче, секірем деп. Сөйтсе бір кезде секірме деп отыр ғой бәрі. Сөйтіп екінші жынды келеді да. Неме тұрсың, секірсе ертерек десе. Екінші жынды қарап, тентексіп секірсем өзің секір, мен қанатым шықпай жатыр. Қанат шығады да күтіп тұрмын дейді. Мен алай түсіндім. Қанат шықпай жатыр да, қанат деген жолдас болады ғой қасында. Жынды да ол да. Соны күтті ғой. Сол кесін бірге кетеді. Сөйтіп түсіндім мен. Негізі сондай ау деймін ше, мен естігенде просто бұл анекдотты. Негізі мен анекдот айта алмаймын жөн дұрыс. Бір күні мынандай оқиға болады. Екі гинеколог жұмыс істеп жатыр да, біреу мына бөлмеде, екінші мына бөлмеде.
ана гинекологтың жанында шығып кесей деп ана қолың бос емес дейді да, бір кезде несіп жатыр ғой, қарап отыр ғой, сөйтіп бір кезде жүгіріп келеді да, ананың бар ғой, ана жағы қауынға ұқсайды дейді ғой, бірінші. Қалай сонда қауынға ұқсайды дейді да, қауынға ұқсай ма кәдімгідей дейді ғой, қауынға ұқсайды. Жүгіріп екеуі кіреді да, қарайды, ешқандай қауынға ұқсамайды, кәдімгі обычный неге ұқсайды ғой дейді да ана. Обычный ғой мынау дейді да, короче, жалап көрсе дейді да, қауын дәмі шығар дейді. сендер жаман притормози болып тұр ғой, жаман. Мұнан бәрі кесіледі. Бір базарда бір кісі саудаға келген ғой. Дарбыздарыңыз қанша деген, осы жерденге, так, үшеуін беріңізші, қағаз орап беріңізші деп айтады да. Болды деп, сатушы қағаз орап берді. Алма қарып, алмаңыз қанша деген ғой. Алманым осынша деген. Так, 5 кило беріңіз, әр штугын қағаз орап беріңіз деген. Болды деген. Қарап тұрды жаңғақ. Жаңғағыңыз қаншадан? Килосы осыншадан деп. Онда одан 10 кило беріңіз, әрқайсысын қағаз орап берсеңіз, мен ұзақ жол жүріп барамын дегенде. Мейіз қарап тұрса сатушы. Мейіз сатылмайды деп айтады. 20 кило алай деп тұр ғой да, әрқайсысы бар олайса деген. Будов деген, будов демекші. Будовтан әңгімеші отыр. Бір совет салтат дейді. Танкын алдына түсіп, қаш бара дейді. Ана құлап көватыр, құлап бір кез атып жатыр, автомат оқ таусылыпты да. Тупекке тығылған ғой, солдат. Совет солдат. Орыстар есірім басылап, бет бір танка жақындап жатыр. Дөм, жоқ қой, оғда жоқ ештеңесі қалмаған. Автомат алып өтіріктен. Атып жатыр дейді, бүйтіп аузын. Қорқытпақшы болған ғой. Танк келіп тоқтаған ғой. Тоқтайды деп, дуласын түсіреді оны алдына. Тура орыс шегесін тақап та бүйтіп. Ішінен неміз шықты да өзін ашып. Танк үстіне шыққан. Екеуінде де о жоқ па? Иманы бар адамдар екенде екеуі де өлтірмеген ешкімді. Исбағам айтпақшы, әбет, ды соғысайын деп жатқан, әбет, соғысын бері кезін қашты деген сияқты. Бір күні бір көкем стоматологиядан шықты, стоматология дейді. Сөйтіп қырт әттісін жұлып көрген. Сөйтіп стоматолог ойнап қатты. Көке қайтысыңыз еді деп. Неғында 14-ші тісім ғой деп айтты. 13-ші басқа тісіңіз жұлып жібердім. Онда ана тісін жұламын деп. Неғып қан түкіріп жатыр дейді ана біші. Ана стоматология айтыр, ана тісін жұламын деп. Түріне қарады. Глазной болмаған ондайға шүк деп атайды. Натөре ғой я. Ё-моё. Осы мәселеден медициналық не деп бастап кетті. Махандар білмегенде пахандар қайдан білсін дейсің ғой, Енді медицина Қазақстанда жаман емес, жақсы дамып келіп жатыр, бірақ дегенмен өз дәрежесіне шығады, әлі жеткен жоқ па? Сонда Өзбекстаннан төмен болып тұрмыз ба дәрежеміз? Иә. Оны Өзбекстаннан төмен екенімізді статистика деген не бар, сайт бар. Барлық нәрсені статистикаға салады. Мысалы, мұнайдың көлемі қанша, Қазақстанда мынанша, анаяқта мынанша, ВВП на душу населения қанша, мынанша. Сол сияқты медицина сапасы жағынан біз Тәжікстаннан да төменбіз. Біз Индиядан жоғарымыз. Индиядан жоғарымыз. Әлемде бірінші емес медицина. Тек Қытайда ғой. Индиядан не себепті жоғарымыз айтайын ба сізден? Өйткені олар народный медицинаға жақын екен да, в основном. Индияма. Сол и мынадан байқауға болады. Біздегі медакадемияда жүрген үндістер Индиядан келіп бізден білім алып кетеді ертең олар ар жаққа. Ал елестетіңіз қандай маманша? Жоқ, мен ойлаймын ше, олардың біздегі дипломға бола келіп жүрді ойлаймын ше олар. Бірақ мен естуім бойынша Индиядан медицина күшті дамыған деп еститінмін. Стат отчет бойынша, Индиядан жоғарымыз, бірақ Тәжікстаннан төмен екенбіз. Бразилиядан жоғарымыз. Мүмкін не шығар? Пара берген жоқсыңдар ма осы? Пара беріп жоғарлап алған жоқсыңдар? Может, ол да бар. Аллаға шүкір еді. Жай жоғарлап жатырмыз бұрынғыдан қарағанда. Бір союз кезіндегі аталарымыз кетті, олар мықты еді да кезінде. Олар хирургтар, терапевттер. Үлкен кісілер, мықты еді олар. Солардың көзі кетті. Білмеймін, шәкірт тәрбиелемеді ма? Жоқ, бізде шәкірт тәрбиелемейді. Тәрбиелемейді Өзі шәкірт. білім бере алмады ма? Что-то құлдырап қалдық медицинадан. Өзім опытымда көп нелерге барамын, достарым бар, өзім бар. Мен бір не то дәрі жазып жібереді. Тұмау десең 500 мәшіш деген сияқты.
сол бір досым айтқан есіме түсті тұр осы орайда. Өзі мұрнынан гайморит деген ауру бар еді ғой бұрын. Қазір көп кездеспейді. Қазір де бар. Иә, барына бар, қазір көп кездеспейді андай, алдын алады. Сол кезде ол жігіттікі мұрнына гайморит деп жіберген ғой, мұрны ауырып барған кезде. Сөйтіп, неғылып, операция ештеңе істемей жіберген. Ол асқынған. Сөйтсе ол гаймориттің деп ана менингитке жақын раковый түрі бар екен да. Рак болып кетіпті ана мұрны. Сөйтіп бұл Кореяға, Қазақстанда 5 жыл бойы барып жүріп медицинаға емдете алмай, ақыры түбі Кореяға барып емдетті да. И сол өткенде прямой эфирда бір бағдарламада сөйлеп жатыр да. Қазақстанның қақ жүрегінде тұрып, Астанада болып жатыр, қақ жүрегінде тұрып, Қазақстанның қазақ ұлтының алдында тұрып, Корей медицинасына алғыс айтқан бір түрлі екен. Рахмет сіздерге Корея деген кезде ше. Мен ана жерде ей дедім ғой, ойпырмай дедім ғой. Өзінің деңгейінде, өзінің прям на своей примере айтып тұрды сол ше. Енді Корея дамыған ғой, салыстырмаймыз өзіміз. Енді Корея дамыған. Гаймориттің алдын алуға болар еді ғой деймін да. Жоқ, гайморитті мысалға мен Россияда болдым. Ресейде бана Москвада жүрдім деп айттым ғой. Үшінші барған кезімде қайтқым кеткен себебінің бірі сол болды. Бардым, самолеттен түскеннен кейін арада 1-4 күнге жетпей, в общем, ояқтың ана ащы суы болады екен. Сол моментке түскен екен мен ше. И мен өзім андай ашық алып жүре беремін ғой. Ал микрофон тұр. Ашық жүре беремін ғой. И соменен не болады бағанағы. Гайморит болып ауырып қалдым. Сөйтіп барған кезде тесеміз дейді мұрнымды. Мұрын тесе деген. И сөйтіп сорып тастайды екен. И ол етіп бітеліп кетеді да, и жылда сөйтіп бағана тесіп тұрады. Сөйтіп жиналады. Соменен мен естіп алдым да, в общем, бармайым дедім. Оны менің көкем, өз көкем бар, сол кісі де бар да, ол кісі сөйтіп істейтін еді бағана теседі жылда ше. И ол кісі жылда бағана тазалатып тұрады. Мен сол есімде бар, и сомен теспеймін деймін ғой сразу. Бағана врачқа, сөйтіп врач айтады, бізде мындай народный ем бар дейді, короче. Так. Оны қалай емдеймін дегенім, осы жерден түсесің да, короче, осымен тіке шығасың, оң жақта базарчик бар, сол базар оны не дейді, орысшылап айтады, базар бар, сол базарға барасың, сол жерлерде имбир, бал, и сондай нәрсе, майда шүйде нәрсе сататын апа бар, сол апаға барып сұрасаң айтып береді дейді да, короче. Барам, ана ападан сұраймын ғой, короче, мен гайморит болып қалдым, мен емделу, народный ем бар екен ғой, сіз біледі екенсіз дегенім. Я деді да, давай бүйтесің деді. Үйге барасың, мына медті аласың деді, осенний мед. Сосын да ол медті аласың да, нанның ортасындағы қара нанды аласың да, именно қара нанды дейді, не үшін екенін білмеймін. Қара нан аласың, сол ортасындағы несін жұмсақ жерін аласың да, соны балға әбден малып аласың да, мына жерге қоясың деді. Қалыстады ғой. Мына жерге қоясың деді, көзін жұмып жатасың да, азанға дейін ұйықтайсың, азанда алып тастау керексің дейді, короче. Шынын айтайын, мен андаймын ғой, бізде қазақтар андаймыз ғой. Шамалы не оқасы болды. Мен 1 сағатқа жеткен жоқ анау. Алып тастадым. Сөйтіп алып тастағаннан кейін мына жерің шіре болып тұр, жуам деп бардым, еңкейдім. Кетіп жатыр ғой жинаяқтан. Сіңіп шығарып. Сөйтсем, гайморит деген кәдімгі былайша айтқанда мұрын боқты. Қатып қалған версиясы екен. Ірің қатып қалған версиясы. И соны ана жібітіп тастайды екен ғой. Қыздырып ше. И содан әлі ауырған жоқпын. Бір рет ақ істегенмін соны. Народный ем жақсы білесіз. Қытай жатып бармын ғой народный инеге. Енді мен бір жерде айта кетейін, адам өзімізге байланысты көріністен өзіміз қарамаймыз да. Өлетін кезде ғана барамыз медицинаға ше. Сол сетевойлар көп қой, өзім сетевой бизнеске жақынмын, біреуінде барым. БАДы деген нәрсе бар, биологически активный добавка дейді, шөп дәрі. Шөп дәрілерден кәдімгі Тибетте өсетін нелер, кардицепс, бір нәрселер. Соны дәрілер ішіп отырыңыздар, үлкен кісілер, жастар, барықтарыңыз. Аптекадағы химический бір жеріңе тисе, бір жерің бауырдың зиян ғой, химикат қанша дегенмен ше. Өйткені БАДыларды, шөп дәрілерді бізге кіргізбейді аптекаларға. Минздрав бізге кіргізбейді. Неге? Өйткені дәрілерін не выгодно, я. Сөйтіп амал жоқ, бана шетелден, Қытайдан, басқа жақтан, Япониядан келіп жатқан неден жалғыздан сенің неше түрлі шөп дәрі, кардицепс деген қымбат шөп дәрілер олар ше. Килограмм $1000, $2000, $5000 тұрады Қытайда шөп дәрілер. Содан соның құрамынан активный добавкалар істеп, сетевой арқылы мұқтаж сатуға. Амал жоқ. Сол себептен көп сетевойлар көп қазір, сол сетевойлар БАДыларын
қолданып жүріңіздер, не болады бармаңыздар деп айтқым келеді. денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер. Иә, Өйткені аптекадан соғылым пәленбай мыңға дәріласын. Дұрыс па? конечно. 7-8 мыңға Ой, 7-8 мың теңге бер жағы. аптасына алып Бір дәрімен А, сол ши. 7-8 мың қалады ғой, үш түгінеш. Иә, осы жер тағы бір не айтып жібере салайыншы. Мынау государственный нелер туралы, мынандай қалай не десек болады, государствода болып жатқан жағдайларды білу үшін мына корейский сериал шықты. 2024 жылы шыққан «История Леди Ок» деген 16 сериядан тұрады. Әр сериясы 1 сағаттан екен да. Бірақ ол киноны көргендеріңізге өкінбейсіздер. Осы бағанағы жұмыста отырып көретін кісілер болса, сол кісілер көріңіздер. Мен осы жақында көрдім. Подкаст түсіретін уақытта бағанағы бұны түсірмей қалдық қой, сонымен осы түсірмеген кездерде қолым бос қойдым да, соны отырып көргенмін. И сода 16 серияда или 15-ші сол соңғы серияларда, в общем, ауруды қолдан істейтін нәрселерді көрсетті. Жалпы, Ол коммерческий бизнес. коммерческий бизнес, ана жоғарыда отырғандардың бизнес екен да. Былайша айтқанда, кеше бізде карантин болды 2020 жылы. Ковидті ауыртты деді да. 2009-дан басталды. Иә. Сөйтті да, бір дәріні адамдар уақытында 2200 теңге, 2100 теңгеге алатын дәріні қанша қалды? 21 мың, 19 мың теңгеге біреу битті, короче, алды да. И әкесі жазылып кеткеннен кейін сатуға қоя сапты OLX арқылы. Сол 21 мың теңге деп тұр екен. Соны бізде бауырымыз бар еді, марқұм Теберсін, әкесі қайтыс болып кетті, Рахымжан аға. Әкесі Рахымжан аға барып, бағанағы дәріні сатып алып келем дегенше үлгере алмады. О дәріні бағанағы қымбатқа болып қалды, и OLX-тен әрін тапты, барып алып келем дегенше әкесі дүниеден өтіп кетті да, бағанағы неде жатып ше, больницада жатып. Сол сияқты экономикада да бар. Андай нені пайдаланатын бар ғой. Иә, Саясатты бағанағы нақтылап көріп білу жүру үшін осы киноны насихаттаймын, көріңіздер деп ше. Корейский бір сериал ма, кино бар емес, 2016-та ма, 2015-те шыққан ковид жайлы. Именно ковид жайлы сериал бар. 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін ба ковид шықты. 2019-да басталды. Бізде андай Мен көрген сияқтымын бұл сериалды. Әлемдік Минздрав бар ғой, әлемдік всемирное здравоохранение. Бірінші ауруды табады екен да негізі. Кейін оған ем табады екен да. Ол деген қалай? Бірінші ауру ДНК клеткалардан бағанады бір ауруды, вирусты пайда қылады екен да. Кейін сол вирусты жеңетін дәрі пайда қылады екен да. Сөйтіп мынаны алып жаяды екен, артынан мынаны сатады екен. Бұл бизнес. Бизнес ғой. Конкретно Қанат кино сияқты бизнесмен дегенде. Бизнесмен, қанат бизнесмен ба? Қой? Иә, бар ғой. Бизнесмен Қанат шыққан ба? Қанат Әбжаппардың кино шықты. Қызылорда. Ал, не істейміз? Қой, мен соны көрмеппін ше. Молодец. Бағана кісі стоматологиядан шықты да. Түсін жылы көзімді. Жаңа өз бас шалтыр дейді өзі. Таздым, мен шаш жоқ. Жаздым. Насырен жоқ. Түсіністақ көді еп қоймайды. Түсімді қорпай кейін. Жынап көдірім. Басына бір торғай шылқ етсіп, шақ тауышқан шыққан ғой. Твоя мать сиырларын ұшпаған, ондай жақсы болды. Ойласы. Шынымен, Жалпы, енді... Бүгінгі бізде міндет шоу шамалы скучный сияқты, себебі мемлекетке кішігірім жоқ, скучный айтамай, өйткені маңызды әңгімелер қозғалып жатыр. Серьезный әңгіме, күлдік анекдот айттық қой. Просто шайсың әңгіме ғой. Мен просто бағанағы мемлекетке тиісіп, ертең біздің міндет шоуды жауып жіберіп жатса, біліп жүріңіздер деп ше. Біз қайда ашамыз? Біз сүндет шоу деп ашасыз. Бізге бәрі бар. Сүндет деген балдарды әкелеміз. Саясатқа қарсы ештеңе айтылатын жоқ. Бұл жерде әрқайсының жеке ойы, әркімнің жеке пікірі. Біз ештеңе насихаттап жатқан жоқпыз. Анаша дегенде анаша шегіңіздер деп жатқан ешкім жоқ қой бұл жерде. Сол сондай бір әңгіме, шай үстіндегі. Біз қалай әңгімелесеміз өмірде де осылай.
Осы орайда тағы да бір Нұршит бауырыма рахмет айтқым келіп отыр. Нұршит бауырым, рахмет. Осына керемет локация бергенге. Алқа студиясы, келіңіздер, семейный фото, love story, винетка, тағы басқа неше түрлі өздеріңіздің бағанағы нейді портфельдеріңізге, тиктокқа, мына салам десеңіздер, видеоролик түсіруге үлкен мүмкіндік бар. Подкастта күшті мүмкіндіктер бар. Сол Нұршит бауырыма хабарласыңыздар, астында барлық сілтемелер бар, номерлер бар. Алдыңғы неге де қойып қойғам, болғанда қоям ғой. Сілтемесін нақты несін белгілі, адрес белгілеріңізге келсе, астында жазылу тұрады, сразу көрсетіп қойдым. Адресін, номерін хабарласып. Қонақ қып Нұршит бауырымыз шағып отырсамыз, Құдай қаласа, Ал енді осы орайда жігіттер бауырлар деп кететін ішіп жіберейік деп. Тартайық та, давай деп же. Қандай әзілдеріңіз бар? Жындыхана бітті ма? Жындыхана келесі жолға тағы біреуін табамын дегенсің ба? Бүгіндікке менде энергиям таусылып қалшы, кәдімгідей. Аяқтан келдің ғой сен? О, қақа бармай жатыр. Анау екі жолдас бала, үш жолдас бала отырған дейді. Бір балам шашы бұйра екен. Сені жаңа Пушкинге ұқсатам ба дейді. Мәз оқып. Шашым бұйра ақындығым бар, өзімнің енді былайнан творческий жағым бар, өз бүйтіп баған немін ғой деген ғой. Тұлға болып тұрмын ба? Тұлға болып, сонда ақсүйектердемін ғой, солысын тұсаймадым. Бәлейін ма, аттастан білет сен. Бөлді білген ғой. Сол. Атып атпастап, эфирдің соңы жетіп баған сияқты. Эфирдің соңы жақындаған, тәмамдасаңыз, Серікбай мырза. Камеранда батарейка отырып жатыр ма? Отырып жатыр, иә? Отырып атқан жоқ. Отырып атқан жоқ па? Отырып шыққан ол уже. Отырып шыққан ғой. Онда жалғастырайық онда. Біз алдындағы подкастымыз азғандай болып қалды. 40 минут уақытымыз кетті, по-моему, 40 минуттың 35 минуты ма, сондай ақ шықты деймін, по-моему. Зато кратко сладко. Ода флешка таусылған, ода флешканы артығына әкелдік, батарейка өліп жатыр, иә. Тағы не дейміз? Мынау келе жатқан Наурызға орай бір Наурыз туралы әңгіме қозғасақ келесі жолы, может, соған бір не істеп келіп, иә? 14 февраль құттықтауға лайықты ма деген сияқты бірдеңелер табуға болады да. Қашы бүгін қаншасы? 12-сі, иә? Әулие Валентиннің өлген күні қазақтардың тойлауына тәнті ма? Сол бізге керек пе? Жоқ әлде? Жоқ па? Дудов. Асқар әлі, мырза. Міндет жоқ үшін. Бағдали шестеп бар, қалбегірді біле саясаға жүйш. Арнайы. Патакадан. Негізі бар ғой? Бізде 14 сәуір қып қойған, е? Еңілік кебек. Қозы-көрпеш. Я, 14 ғой. 14 ғой, е? Нақтан февральға қойып қойған. Бірақ енді ол 14-і, ол кісілердің қайтқан күн емес па негізі? Негізі солай деп түсінем да мен. Неге 14 наурыз? Мен Валентинді айтып атырмын. Жоқ, 14 наурыз неге сондай бір праздник емес, е? Ондай болса бүйтеміз. 14 наурыз махаббат күні. Міндет шоудың махаббат күні деші. 14 наурыз 15 наурызға бір күн қалды деп тойтысыздар. 15 наурызға болмаса 14 наурыз барша әлемдегі піштірілген балдардың піштірілген кусоктарының күні. Удобрение болып кеткен шығар олар. Қозы-көрпеш демекіз. Қозы-көрпеш бала жастайынан кетті. Иә. Егер де үлкен кісі болғанда қошқар көрпеш. Ол да бар, же? Тоқты кезінде айтты ма? Ана кезінде, ана әңгіме сияқты айттыңыз ғой. Аға тойға кім шақырасыз? Кім бар депті да. Қайрат Нұртас бар, Хабибол Қанапия бар десе. Қайрат Нұртас, оның біреуін ғана шығаршы, екеуіне ақшам жетпейді деген сияқты. Әңгіме есіме түсіп кетті ғой. Ернар Айдар деген сияқты. Ернар Айдар, ме де? Атың Ернар ма? Айдар. Ернар Айдар ма атың, Ернар ма атың деген сияқты. Ернарың шақырса Айдарыңа ақша жетпейді деген сияқты. Сонда бірдеңе. Айтпақшы мынандай болып жатыр. Осы мұрын шұқиын қою керек еді.
Береке бар. монтаж істеп жатсам ше бүйте беремін ғой деп ше только сол бүйтіп жатқан кезімде бар ғой мен сөйлеп жатырмын да бірақ бүйтіп жатқан жерімде сені көрсетті айда жақты көрсетті Лақтырып жібереді. жиі көріне беремін деп Деген есім түсіп кетті. одан кейін андай ғой мынау бізге негізі сақ кино студиясының да көмегі тиіп жатыр бірінші мынау аппаратура мына камера сол сақтан келген и сақ кино студиясы жуырда тоқты мен серкенің или қошқар мен текенің полный метрін шығарайын деп жатыр түсіріп отыр иә мүмкін сол кісілердің режиссерін ба біреуін шақырып жібереміз келесінде Болады, олай да болады, иә. қалай ойлайсыздар қонаққа шақырайық па шақырмайық па мына жақта қандай сендерде көрсетті ғой опрос Опрос, иә. опросқа кіріңіздер Ердәулет жобада қаласың ба деген. иә тізімдер көп соның бір соны шақырсақ ендігі апта мен ойлап жатырмын Трамп шақырсам ба деп жатырмын. Трамп майда әңгіме көп айтады. Айтады зато Анау алдын есіңізде ма? Соның алдында болған кім еді? Байден ба еді? Байден Байден шақырып еді, жете алмады ғой анау. Студияның текпе-тегіне көтеріле алмай құлады ғой. баратырмын ол кісіде келді отырып кетті. негізі мындай екен ше адамдарда жауапкершілік мол болу керек о тағы бір не тағы бір шоуда уақыт туралы насихаттайықшы Жарайды. қалай ойлайсыздар насихаттағанда талқылайды да соны уақыт туралы енді бүйтейікші көрермендерге бір кішігірім не ұсыныс па не ма Предложение. иә мына комментария жазыңыздар сіздер уақыт туралы не білесіздер не айтасыздар не дейсіздер мысалға Онда давайте бүйтейік. Уақыт жайлы анекдот та болсын. Уақыт жайлы талқылама, былайша айтқанда уақытты бағалау, осы мәселелер. Уақыт өткен сайын қазір есейген сайын уақыт ұзарып баратыр, қысқарып баратыр деген сияқты. Уақытқа байланысты болсын ана келесі. иә келесі әңгіме давайте уақытқа байланысты болсын мынандай бар да бір күні бір оқиға болады ғой осы соңғы кезде естігенім бүйтеді бір күн келіп мен ана бір қарттан осындай әңгіме естідім дейді ана әңгімесін тыңдап тұрады да мынау қартың сенің жас кезінде далбөбек болған ғой десе жас кезінде далбөбек еді десе көрдің ба далбөбектер де қартаяды деген сияқты ше мысалға бұл да уақыт туралы ғой ше түсіндің ба и қараңыздар да мынандай әңгіме бар да еще біз жас кезімізден өмір сүрген сайын үлкенбіз мысалға иә и соған дейін біз мудрый боламыз ба болмаймыз ба и сол туралы тоже насихаттау болады деген ше біздің өмірімізде да негізі Онда небір түрлі адамдар бар, мысалы жасы 60-та ана мудрый деп айта алмайсыз иә давайте уақытқа байланысты бойдақ кәріні шақырайық қалай ойлайсыздар жарайды бойдақ кәрі сұр бойдақ үйленбеген жатып қалған жасы 40-тан 40 плюс болсын да 40 плюс болсын да 40-тан ары қарай болсын жасы жасы сол қолымен оң қолына көзін шаш салып жүргендер бір қолынан бір қол дәу десе мына қол қызғанады мына қол мүмкін бірақ та ол кісілерді қалай шақырамыз деген ой болып тұр ғой іздейміз опросқа салайық жада болмаса комментарияға жазыңыздар үйленбеген 40-тан асқан бойдақтар болса или бойдақ достарыңыз болса осы міндет шоуға сіздерді шақырамыз ақыры уақыт туралы болып жатыр бұл келесіне де ше и наурызға дейін біз ойлаймын әлі біраз не түсіреміз ғой сол себепті қазақи бана нені жылышта тұрайық та уақытша и уақыт туралы түсірейік келесісі и уақытқа былай болсын мен ертең шығаратын болсақ примерно бір 4-5 күн ішінде 3-4 күн ішінде осыны таратуға атсалсақ давайте мен бір басынан бастап айтып кетейін мынандай болады бойдақ досың бар ма бойдақ досың бар болса 40-тан жасы асқан болса біз сізді міндет шоуда күтеміз достарың болса бойдақ достарың болса соларға жіберіңдер жасы бірақ 40-тан асқан болсын бірақ сұр бойдақ ажырасқандар болмайды ажырасқандар көп қой енді тағы біреуіңіз ажырасып кетіп жүрмеңіздер осы міндет шоу үшін келемін деп мен бір батаным бар бойдақ бар келмейді менде бір атаным бар
жасы 70 келіп қалды уже. ойба Чисто келе алмай дегенде. По факту келе алмай дегенде. 71-ші жылғары қаншада? Кетті ғой 40. 50. 54-те ғой. 54-ке келіп жатыр. 54-ке келіп жатыр. 54-те менің ол конкретно сұр бойдақ ше. Ол үйленбекші болған орыс қызға. И содан үйленбейсің деген, и содан қазір 54-те. Вот бұндай болса. Бір орыс қыз бағана келіп қапты да. Иә. Кән батаңызды беріп жіберіңіз. Орыстар келі болады. Келі болады, иә? Орыстар келі болады. Үйленем десең, үйленбей қойса, сол күй сұр бойдақ болып кете ма? Давай онда осы бағдарламаның соңын Айта. Жоқ. Мен бітіріп Орыстарға не істемеңдер деп жатқан ғой. Сөз қайтармаңдар. Ал бағдарламаның соңын қазақи стильде, қазақи нақышта аяқтайық. Ал жас үлкен кісі Дәкең бір бата беріп жіберсеңіз. Мен от жаттап Осы жаттау керек. Мен қызым жібек сияқты болды ғой. Жібек отырады да. Бата қайыр десең, өзі. бата демейші көп кісілерді не аласың ше, көп жерде таңғаламын ғой үлкен кісілерге ше. Бата жаттап алыңыз деймін ғой. Сөйтіп ал мен дейді, о түргеліскен көкелер болады. Көп құдай тамақ кездеседі. Ал бисмилла дейді да, сөйтеді да. Мынау енді осы үйге бақ дарысын, осындай болсын, денсаулық болсын, машина, ақша болсын, қол жайына қалды, кетті, тілекті тос кетті көрейші. Осындай, мына жерге ана бітіп кетсін, жұмысқа барсын, жұмысы бітіп кетсін, ақша көп болсын, ана дейді да. Тотап қалды, бәрі қолына қарап отырасың да. Алып қойық деп айтқысы келеді да. Мен Иә, негізі сондай, иә. Негізі сол туралы тоже не түсіру керек екен ше, шоу бар ғой. Бата жарыс деген сияқты, иә, типа, иә. Не деген бата көп. жарыс, қазір жастар Аллаға шүкір енді Құранға неге келіп жатыр ғой, бірақ әлде де жастарға айтарым, өзім таныстарым көп та, жастар Құран біліңіздерші деймін да. Құран, хотя бір сүре, екі сүре, Ықылас сүресі бар, Кәусар сүресі. Барамыз, көп жерде отырамын, Құран оқы десең, оқи бер. Көрген кісілер оқи бер. Әке тұр, бұл сөйлемейді қазақ. Конечно. Ұяласың, іні болып тұрған үлкен кісі алдына шығып кетеді. Амал жоқ. Оқысаңшы деймін, батасын беріңіз деп, батасын бер дейді. Онда Құран оқиын, батасын беріңіз. Мақұл, батасын берейін. Жастар да сондай. Сен оқышы, Құран оқышы. Құран оқысаңыздар өздеріңіз жақсы да ол. Құран жаттап алыңыздар, құрметті жастар, үлкен кісілер, әсіресе үлкен кісілер жастарға өнегістер ғой. Сіздердің арқаңыздан біздер жүреміз. Бізге тәрбиесіздер, образец дейді ғой. Үлгі. Сіздер. Әрине таңкөштер болмасаңыздар, таңғышылық болмасаңыздар, мұсылмандарға қатысты. Сол айтамын. Ал Ал бізбен бірге болыңыздар, міндет шоу. Міндет шоу.